Каналыма қош келдіңіздер. Айлық жұлдыз жорамал тоқты мамыр айына. Осы ай жақындаған сайын Овен энергиясы тұрақты түрде артады. Әдемі ауа райының арқасында сіз жұмыста өзіңізді жігерсіз сезінуіңіз мүмкін. Және де бос уақытыңызды шоғырландырғыңыз келеді. Онымен күресуге тырыспаңыз, өйткені сіз өз қажеттіліктеріңізді қанағаттандырсаңыз ғана бақытты сезінесіз. Егер сіз әлі де мансапта жұмыс істегіңіз келсе, сізбен бірге уақыт өткізуге қуанышты болатын әріптесіңізбен байланысуға тырысыңыз. Мамыр айы да махаббат айы. Егер сіздің серіктесіңіз болса, сіз онымен көбірек уақыт өткізгіңіз келеді. Дегенмен, егер сіз жұмыссыз болсаңыз, басталуы мүмкін депрессиядан сақ болыңыз. Қаржы. Овен жұлдыздары жергілікті тұрғындар үшін мансабында алға жылжиды. Алдына қойған барлық мақсаттарыңа жету үшін аяғынан тік тұрып, аянбай еңбек етесің. Сіздің мансабыңыз сіздің өміріңізде болатын ең жақсы нәрсе болу керек. Сондықтан ақылмен таңдау керек. Бұл сіздің әлеуетіңізді толық іске асыруға мүмкіндік беретін жаңа бизнеске кірісудің ең жақсы уақыты. Сіз көп нәрсеге лайықтысыз. Тек өзіңізге және қабілетіңізге сену керек. Денсаулық. Сіз үшін осы көктемде жаңа кездесулер бар, өйткені кезең өзін береді. Сіздің ойыңызда бұл өте анық. Сіз махаббатты іздейсіз. Екінші аптада сізде жаңа сілтемелер жасауға мүмкіндіктер бар. Барлығы жеңіске жеткен сияқты. Сіз әртүрлі мәдениеттерден көптеген жаңа адамдарды кездестіресіз. Олар сіздің өміріңізге үлкен толқу мен жаңа дүниетаным әкеледі. Отбасы. Барлығын қарым-қатынасқа қойыңыз. Өз ойыңызды сызықтық түрде жеткізу мүмкіндігі кез келген сұр жерлерді нақтылауға және шиеленістерден жақсы түсінуге мүмкіндік береді. Отбасылық қақтығыстар болған жағдайда бұл 2 есе құнды болады. Өйткені бұл жағдайда сіздің басымдылығыңыз ерлі зайыптыларды сақтап қалу және дау-дамайдан аулақ болу керек. Диалогтан басқа сіз жанды және жанды сезімдерге сене аласыз. Кішкентай немесе үлкен наразылықтар мен реніштерді өшіру арқылы оларды ашуланудан қорғауға тырысыңыз. Жұмыс. Ішкі күш, стихиялық қуат, өзіне деген сенімділік. Мамыр айында Овенде жаңа адамдармен танысуға деген құштарлық оянады. Сондықтан кәсіби міндеттеме екінші орынға шығады және сіз жаңа тәжірибелерге жол тартасыз. Сіз әртүрлі мәдениеттерден көптеген жаңа адамдармен кездесуді асыға күте аласыз. Олар сіздің өміріңізде үлкен толқу мен жаңа дүниетаным әкеледі. Ең жақсы нәрсе жоспардан тыс дегендей, бұл жолы стихиялық шешімдерді тікелей ынталандырады. Сондықтан бар мүмкіндікті пайдаланып, біраз уақыт түйсігінің айтқанын орындауға тырыс. Сізге ойға келмейтін нәрсені бастан өткеруіңіз мүмкін. Осы айдың келумен Овеннің энергиясы арта түседі. Қолайлы ауа райының арқасында сіз жұмысыңыздың мотивациясынан асып кетуі мүмкін және сіз бос уақытыңызға назар аударғанды жөн көресіз. Онымен күресуге тырыспаңыз, өйткені қажеттіліктеріңізді қанағаттандырған кезде ғана сіз өзіңізді бақытты сезінесіз. Егер мансап бойынша жұмыс істеуді жалғастырғыңыз келсе, сізбен уақыт өткізуді ұнататын әріптесіңізге хабарласыңыз. Мамыр айы да махаббат айы. Сіздің серіктесіңіз болса, онымен көбірек уақытыңыз өткізгіңіз келеді. Жұмыспен қамтылған адам жұмыста алға жылжуы мүмкін. Сонымен қатар өсім ала алады. Бірақ сізге жұмыс жүктемесінің артуына төтеп беруге тура келуі мүмкін. Бұл қысым мен ұйқының бұзылуына ықпал етуі мүмкін. Медитация және жаяу жүру сияқты тұрақты жаттығулар депрессия мен ұйқының бұзылуын жеңуге көмектеседі. Бірақ байланыс және басып шығару салаларында жұмыс істейтін адамдар жақсы жетістіктерге жетуі мүмкін. Шетелде жұмысқа орналасу мүмкіндігін күткендер шетелдегі жұмыс арқылы тілегін орындай алады.
Сіздердің кейбіреулеріңіз тұрмыстық қажеттіліктерге арналған кейбір пайдалы заттарды сатып ала аласыз. Қарым-қатынастар, үлкен құмарлық немесе үлкен ашу. Осы айда сізді сезімдер толқуы қарсы алуы мүмкін. Мүмкін қарама-қайшы, бірақ инерцияны шайқау күші бар. Дегенмен сіздердің кейбіреулеріңіз әлі күнге дейін көлеңкеде қалады. Нақты тірексіз махаббатты қалайды, бірақ шын мәнінде жаңа оқиғаға жол бермейді. Егер бұл сіздің жағдайыңызда болса, оның себебін өткеннен немесе сіздің жасыңыздан іздеу керек. Бақытты болу үшін өзіңізді тоқтатпаңыз. Сүйіспеншілік әдемі нәрселердің бірі. Оны шаршамай іздеңіз. Ақша. Сізге аз нәрсе оңай. Керісінше сіз бастапқы блоктарды жүріп өтіп, қай жолақтан жақсы бастай алатыныңызды ойлайсыз. Бірақ 15 қаңтардан бастап сіз іске асады. 2024 жылдың 15 қаңтарынан бастап іске асады. Сүйікті идеяларыңызды кәсіби және қаржылық тұрғыдан әңгімеге қайтара аласыз. Ол серпін береді, әсіресе сіз таныс рельефте қозғалған кезде. Айдың ортасы табыс, құрмет пен қуаныш әкеледі. Оны жақын ортаңызбен бірге тамашалай аласыз. Бұл кезең өсіп келе жатқан өзіне деген сенімділікпен және сіздің өміріңізде оң көзқараспен сипатталады. Бұл қазірден де кемелді, толық және мағыналы өмірге негіз болады.